Сарыағаш қаласында орналасқан Ақбота бөбекжай балабақшасында бір мезетте балаларға арналған 3 іс-шара өткізілді. Елдің ертеңі, еңселі болашағымыздың иегері болған бүлдіршіндеріміз аталмыш шарада өздерінің жан-жақты екендіктерін дәлелдеп, өзге балабақшалардан сарапшы ретінде келген меңгеруші мен әдіскерлерді тәнті етті. Қызық пен таласқа толы шара барысын алдағы бейнесюжеттен көрейік. 2009 жылы негізі қаланған Ақбота бөбекжай балабақшасы өз педагогтарының білімі болсын, балаларға сапалы білім мен саналы тәрбие беруде болсын аудандағы алдыңғы қатардағы балабақшалардың бірі. Аталған мекемеде болып өткен іс-шараларға тоқталып өтсек, ең кіші балдырған тобында балаларға арналған қуыршақ театры болып өтті. Кейіпкерлердің рөлдерін үздік сомдаған тәрбиешілерді көріп, таң қалмасқа амалы жоқ. Орта бәйтерек тобында Қазақстан Республикасы Конституциясына 27 жыл толуына орай және балаларды патриоттық сезім мен ұлтжандылыққа, мемлекеттік рәміздерді қадірлеп, қастерлеуге бағытталған кереметті іс-шарасы болып өтті. Ал көгершін тобында ұлттық ойындар арқылы екі топ таласқа түскен спорттық шара ұйымдастырылды. Бүгін мынау алдымызда келе жатқан 30 тамыз күнгі Конституция заңы қабылданған күнді алдын ала мерекелік іс-шара өткізіп, осы балалар тәрбиесіне, балалар біздің болашағымыз, осылар қанына, жанына, тәніне ата заңымыз сіңсін, еліміз, отанымыз деген сүйіспеншілік пайда болсын деп өткізіп жатырмыз. Жақсы деңгейде өтті деп ойлаймын. Тәрбиешілеріңіздің шеберлігіне қандай баға бересіз? Мен әрине құрылтайшы есебінде 5 деген баға беремін. Алдағы уақыттағы жоспарымыз, мынау жаңа оқу жылы жақындап келе жатыр. Соған бар күшімізді салып, жаңадан жаңаға бітірген балаларымыз шығарып салып, жаңа бала қабылдап, соларға білім, тәрбие беру. Балабақшада 7 жылдан бері меңгеруші қызметінде болып, тыңнан түрен салып, балаларға арналған талай сайыстар мен іс-шараларды өткізіп, қала берді елдің ертеңі өскелең ұрпаққа сапалы білім мен саналы тәрбие беру жолында аянбай тер төгіп келе жатқан Перизат Мұсақұлова алға қойған жоспар көп. Бала болашағы үшін талмай еңбек етеміз дейді. Болашаққа бағдар және шынықсаң шымыр боласын деген атты іс-шара өткізіп жатырмыз. Өткізудегі мақсатымыз қазақ халқының ерлік, жаугершілік тарихын жас ұрпаққа, өскелең өсіп келе жатқан ұрпағымызға ұлттық нақыштарды дәріптеу, қазақ халқының хан батырларымыздың, аға-әпкелеріміздің өмірін үлгі етінде өткізіп жатырмыз. Көлемді шара соңын Ақбота балабақшасының ұжымы көтеріңкі көңіл күйде қорытындылады. Олар Мамырата спорт кешенінде өзара 2 топқа бөлініп, 6 сайыстан құралған спорттық эстафетада өз бақтарын сынады. Аталмыш сайыс бұқаралық спортты дамытуға бағытталған. Халима Мақсатқызы, Айдос Дәулет, Сәт телеарнасының жаңалықтар қызметі.